Қолды сосын тік тұрып, оңға түзілтіп, солға түзілтіп, алға бір адым, артқа бір адым, оңға бұрылдық, солға бұрылдық, оңға үңіліп, солға үңіліп, жоғары төмен қарайық, орнымызды табайық. Және отырайық. Тақтаға назар аударамыз. Тақтада бізге сөз жұмбақ берілген. Мен сендерге сұрақтар қоямын. Сосын бізден қандай сөз шығатын табамыз. Бірінші, біз нені сөздің мәйегі деп атаймыз. Мұнда бес әріптерінен қоямыз. Ма әрпінен басталады. Мақал. Келесі. Мұнда екі әріпе. Нені біз көңілден? Оттан да ыстық деп айтамыз. Оттан да ыстық, ә? Мұнда да әріпте. Оттан. Мұнда үш әріптен келеді. Нені? Тас жарады, тас жармаса бас жарады. Ал басқа сөзі қандай деп ойлайсың? Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Мәтіннің бізде үш түрі бар екен. Мені қарайшы тақтаға. Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Біз бұл тақырыптарды бұрын өткенбіз, есімізде. Енді осыны еске салайық. Әңгімелеу мәтіні дегеніміз қандай да бір нәрсе туралы әңгімеленеді, хабарланады. Оның негізгі тірек сөздері етістікпен жасалады екен. Не істеді, не қылды, қайтты деген. Сонымен қатар не, қашан, қалай болды деген сұрақтарға жауап береді. Енді мысалға назар аударайық. Күз келді, айнала алтын түске боялған. Ағаштардың жапырақтары сары, қызыл болып жерге түскен. Құстар жылы жапқан ұшында дайындалуда. Әңгімелеу мәтіні оқиға рет-ретімен баяндалады. Рет-ретімен деген қалай? Мысалы міне. Күз келді, екінші айтып тұр, күздің келгенін айтып тұр. Одан кейін ол алтын түске боялған деп тұр. Оның жапырақтары қызыл, сары екендігі бәрі рет-ретімен баяндалған, көрдік қой. Енді бізде екінші сипаттау мәтіні. Қандай қай деген сұрақтарға жауап береді. Сипаттау деп өзі аты айтып тұр, адамдар, жануарлар, мысалға басқа табиғаттың көріністері туралы сипаттайды. Қандай қай деген сұрақтарға жауап береді. Ол сын есімдерде жасалады, көбіне. Енді мына мысалды оқиық. Аққудың қанаты ұзын, мамығы ұлпа болады. Ол ұшқанда жаймен ұшады. Аққулардың достығы мәңгілік белгісі. Бізде не туралы баяндалған мәтінде? Аққу туралы. Аққу қандай екен? Тұмсығы қара, мойны ұзын. Қанаты ұзын, мамығы ұлпа болады дейді. Аққудың қандай екенін сипаттап тұр. Бұл бізде сипаттау мәтіні. Келесі пайымдау мәтіні. Пайымдау дегеніміз құбылыстың оқиғаның себептері туралы айтылады. Оның тірек сөздері мәтіннің ішінде мәтін құрастыруға тапсырма берген. Сол туралы ойланып оны құрастыруға өткен мәтінге қатысты өзге ережелерді еске түсіріп ал. Жарайды, білетінімнің бәрін айтып шығайын. Мысалы, қ деген дыбыс орнымен шығару ойды жеткізе алмайсың. Қыз десе, бұл сөз. Дыбысқа қарағанда мағынасы бар, бірақ жеткілік сөзбен де айтып келген ойды жеткізу қиын. Қыз келді десе, сөйлем бар. Ой аяқталған болса да, біз онымен байланысты көп нәрсе біле алмаймыз. Сонымен балалар, біз бір сөзбен өзіміздің ойымызды анық жеткізе алмай кетеміз. Жаңа мысал келтірді ғой. Қыз деген сөзбен ойымызды жеткізе алмадық. Қыз келді десек те, толық не айтылсы келіп тұрғанын білмейміз. Сондықтан жаңа 4-5 сөйлемнен құрды. Қыз келді, қыста қар көп жауды, біз аққала салдық, жаңа жыл мерекесін тойладық десек, бізде мәтін құралады. Ағамыз соны оқимыз, мәтіннің қай түріне жататынын анықтаймыз. Қане, кім дайын? Дайындарымыз? Жоқ, бәрін ақылдасып істейді. Айдың денесі ірі, жөні бірміз. Аюлар тіршілік ететін орта
Не себепті? Себебі бұнда қандай қалай деген сияқты. Бірге жасаймыз. Қандай мәтін? Келесі. Ағайы пайдалы ағаш шекері қайнайды. Арал өңделеді. Улы газдарды өткізбейді. Қандай мәтін? Сипаттау. Не себепті? Өйткені ода қандай қалай деген сұраққа жауап береді. Келесі. Өнеркәсіп құрылыстарында пайдаланады. Қандай Пайдаланады. пайымдау? Иә. Өйткені сол осылайда не себепті келетін сұрақтар бар. Келесі шыға береміз. Тездетеміз. Болды, балалар, бізде 3 түрі бар екен. Айтылу мақсатына қарай сөйлемде міне хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, ентті сөйлем болып 3 топқа жіктеледі екен. Хабарлы сөйлем дегеніміз бірдеңенің күйін, жайын хабарлау мақсатында айтылады екен. Мысалы, мұғалім сыныпқа кірді, хабарлап тұрып, мұғалім сыныпқа кіргені туралы айтып жатыр. Оқушы кітабын алды, ағырге киімін киді деп бір-бірімізге хабарлап айтсақ болады. Бұл бізде хабарлау мәтіні. Енді сұраулы сөйлем жауап алу мақсатында жасалады екен. Оның соңында тыныс сұрау белгісі қойылады. Сабақ қашан басталады? Сөйлемнің соңында сұрау белгісі бар. Ал онда бізде хабарлы сөйлемде сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Сабақ қашан басталады? Ертең сабаққа келесің бе? Сұрап тұрмыз бір-бірімізге. Соңында сұрақ белгісі қоямыз. Енді бізде ретті сөйлем. Адамның көңіл күйін білдіру арқылы жасалады екен. Соңында рет белгісі қойылады. Мысалға, қыз мезгілі қандай? Көңіл күймен айтып тұр. Қыз мезгілі қандай? Соңында рет белгісі қойылады. Менің отаным Қазақстан десек, патриоттық сезіммен айтылып тұр ғой. Соңында рет белгісі қойылады. Көңіл күй білдіретін сөйлемдерді ретті сөйлем деп атайды екенбіз. Марат кітапханаға барды. Қандай сөйлем? Қандай сөйлем? Айзелі. Қандай сөйлем? Түсінеді. Келесі. Шығады. Тыңдаймыз. Кімне? Қандай сөйлем? Не себепті? Соңында қандай сөйлем қойылады? Қоямыз. Қазір. Қандай сөйлем? Қоя ғой. Айта бер. Асын шығады. Асын шығады. Өзім шақырам, қолды көтерейік, отырамын. Динара жауап бер. Қашан жауап қалды ғой? Ертең айша қараққа көмектесті. Сағалымыз керек. Рамазан жинап ғой. Көркем дайындалып, осылай қылды. Қол көтереміз, қол көтереміз, мен шақырамын. Немереме кітап сыйладым. Қандай сөйлем? Немереме кітап сыйладым, иә. Мұнда. Отырамын. Келесі, көркем. Қандай қыз сөйлем қойылады? Қандай сөйлем? Қоя ғой. Алина. Сұсап жоқмын, Қандай сөйлем? Алақай Алматыда апам келеді. Қандай сөйлем? Не себепті? Оқушылар арасында жауап береміз. Алақай көңіл күйді білдіріп тұр, қоямыз. Сіз шығарсың. Даусын шығар. Қандай сөйлем? Қоя ғой. Зарина деді. Асанай басаң кім, Қай жердегі дүкеннен сатып алдың? Қандай сөйлем? Сұрақ қойып тұр, Асанай. Сосын ағыр келе. Қандай сөйлем? Қоя ғой.
дұрыс жасап жатыр ма? Дауыс ба? Келесі жаңа жыл дейді. Қандай сөйлем? Ерсі сөйлем. Келе ғой, екі. Болды ма, бәрімізде қалмады ма? Исламда бар. Ана ғой көктем жер. Қандай сөйлем? Екі. Не себепті? Келе. Келе сар. Дауысымыз шығар. Қандай сөйлем? Болды ғой, иә? Бәрімізде бітті, иә? Енді кітапхана сұрау. Біздің бәрімізде мерекені жақсы көреміз. Келесі. Оған дайындаламыз. Халықтың мерекелер 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні, 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні және басқалары. Сонымен бір кәсіптік мерекелер бар. Жыл сайын әртүрлі мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлар, металлургтер тағы басқалар өз мерекелерін тойлайды. Күні мерекелерін жиналып, салтанат кеш өтеді. Үздік жұмысшылар қызметкерлерге атақ және сыйлықтар беріледі. Сонымен. Қалғандар сәттілік. Сау. Қалғандар столды бастай береміз. Қабыланды. Сөмтеге салып қоямыз. Сосын қоңырауда болмаса сабақта соны жейміз, жарай ма? Жасамыз, мен барам бастап. Алдың ба? Салып қоямыз. Қоңырауда. Қоңырауда жеп қой. Иә. Осы сабақта қоямыз, жарай ма? Ойбой, сан жетпей қалдым. Ана